Қазіргі таңда біз ішкі саясат басқармасы, мәдениет басқармасы, білім басқармасы, кәсіпкерлік басқармалары арқылы қоғамның алдында тұрған мәселелерді шешуге мемлекеттік тапсырыс ұйымдастырып отырмыз. Мысалы, кәсіпкерлікті дамыту үшін былтыр 20 миллион теңге бөлініп, тек 4 кәсіпкерге грант бөлінді. Ал қатысқан адам 300 адам қатысты. Сосын әріптестермен ақылдасып айттық. 300 адамның тек қана 4 жобасы кетті. 296 жоба іске аспай қалды. Бұл жобаны қатысқасын әрқайсысына өзіне керемет жоба болды. Өзінше сол жобаны жүзеге асырғанда мен жұртқа көмектесем, өзіме жұмыс табамын деп келді. Соны ескеріп отырып, биыл біз 250 миллион қаражат бөлдік сол гранттарға. Сол 300 жобаның ең кемінде біз 150-ін жұмысқа іске асырсақ, әрқайсысына бір үшеуден дегеннің өзінде 450 адам жұмыс табады. 450 адам деген әрқайсысының үйінде бір 3 адам бар дегенде 1000 адам өзінің нәпақасын көреді. Осындай істермен, әрекеттермен мемлекет тарапынан көрсетіліп жатырған қаржылық, әкімшілік қолдауларды пайдаланайық барлығымыз.